Тақтада қанша тік төртбұрыштар салынған? Дұрыс, 3. 4 төртбұрыш болу үшін тағы қанша шаршы сызу керек? Дұрыс, 1. Қане көрейік, 4 саны қалай шықты? 3-ке 1-ді қоссақ, 4 болады. Қане, сандық сәуледе 4 санын белгілейік. Тақтада қанша шаршы салынған? Дұрыс, 1. 4 төртбұрыш сызу үшін қанша тік төртбұрыш сызу керек? Дұрыс, 3. Қане көрейік. 4 саны қалай шықты? 1 қосу 3, 4 болады. Яғни 3 қосу 1 және 1 қосу 3 тең. Қане, тағы да 4 саны қалай шығатынын ойланайық. 2-ге 2-ні қосқанда 4 шығады. 4 санын жазайық. Торкөздің жоғарғы оң жақ бұрышына қарай нүкте қойып, ортасына дейін төмен қарай сызамыз. Торкөздің ортасынан оңға қарай сызып, торкөздің шетіне жетпей, тоқтап, түзу бір сызық сызамыз.